Бұл ел бір адамға шаққандағы күнделікті газет шығару саны бойынша әлемде бірінші орында. Елде әртүрлі көлемдегі 500 миллионға жуық көл бар. Күн, жаңбыр, жел мен тұман ғарыштық жылдамдықпен ауысады. Жергілікті тұрғындар тіпті әзілдейді. Біздің ауа райымыз ұнамай ма, онда 15 минут күте тұрыңыз. Мұнда адамдар орман өнімдерін жинамайды. Саңырау құлақтар мен жидектерден түсінігі аз. Дәрілік өсімдіктердің қасиеттерін білмейді. Өнімді жылдары саңырау құлақтар соншалықты көп болады. Бір адам небәрі 2-3 сағат ішінде 100 литрлік саңырау құлақ жинай алады. Көшеде қайыр сұраушыларды кездестіру мүмкін емес деуге болады. Тек ірі қалаларда сирек кездеседі, және бұл көбінесе иммигранттар. Банк арқылы жылдық 3-4% мөлшерлемемен өте үлкен несие алу оңай. Жалпы бұл елде бәрі адам үшін жасалған. Өміріңізді 10 жылға алдын ала жоспарлауға, кез келген шығын мен мансаптық өсуді болжауға болады. Ең бастысы, бұл жоспар жүзеге асады. Бұл Норвегия, әлемдегі ең бай елдердің бірі. Легатум рейтингінің мәліметі бойынша әлемдегі ең өркендеген ел деп танылады.